Ақыртас кешені. Өңіріміздегі әлемдік мәдениетке бергісіз тарихи-мәдени ескерткіштеріміздің бірі бұл Ақыртас құрылыс кешені. Ата-бабаларымыздан көне дәуірдегі мәдениетінің озық үлгісі болған Ақыртас сарайы. Ақыртас кешені 7 ғасырда Тараз қаласынан шығысқа қарай 40 км жерде, Ақшолақ станциясынан 6 км жерде, Қырғыз Алатауының солтүстігінде Қуаң жерде орналасқан. Бірақ оның қасында орналасқан шатқалдар бекінісі толығымен сумен қамтамасыз ете алған. Бұл сол кездегі салушылардың тапқырлығымен көз жеткіздіреді. Әлемдік мәдениетте тарихын тасқа жасырған құпия құрылыстың ғаламдық кереметтердің қатарынан ойып орын алары заңдылық. Мұндай ғажайып керемет құрылыстар әлем тарихында санаулы ғана. Сондықтан бұл кешенді әлемнің түкпір-түкпірінен келіп зерттеген. Кешен ЮНЕСКО-ның бүкіл әлемдік мәдени мұралар тізіміне енгізілген. Бұл кешеннің зерттеу тарихы 130 жылға созылған. Ақыртаста жалпы 70-ге жуық бөлме, 15 колонна галерея, обалық қорымдар орналасқан. Бұл қорғанның не үшін соғылғандығы және аяқталмай қалғандығы туралы аңыздар көп және де ондағы наным-сенімдер де сан қилы. Оның шығуы туралы аңыздарды айта кетер болсақ, бұл Қытайдан қорғануға, яғни Тан империясының басқыншылығынан аман қалу үшін соғылған деген деп біреулер айтар болса, екіншілер мұны Түймеқыз аңызымен байланыстырады. Бұл аңызда сұлулығына шек жоқ Түймеқызға жігіттер есі ауып, алаңғасарлыққа салынып, бұл қорғанды аяқтай алмау туралы айтылады. Жалпы мұнда келетін халық өмірден күйзеліп жанына шипа іздеп келеді. Ал кейбір шетелден, мысалға Ресейден келетін туристер бұл жердің биоэнергетикасына сенеді. Осы археологтың қимыл қозғалыстарын байқасақ, археолог алғашымен өзінің денесінен негативті энергияны шығарып, кейіннен жердің энергиясын өзіне қабылдап алғанын көре аламыз. Тағы да бір наным-сенімге келушілердің Ақыртастың құдіретті күшіне сеніп, сондағы өсіп тұрған бұтақтарға өздерінің бет орамалдарын байлайды және тастарға тиын-тебен тастап кетеді. Кеңес үкіметі кезінде қазақ халқын бұратана халық деп санап, олардың тарихын жою мақсатында кешеннің құрылыс материалдарын темір жолға тасыған. Бұл мәдени ескерткіш жайлы толығырақ мәлімет алу мақсатында археолог Қалиев Сауран Қалиұлыдан сұхбат алдық. Бізбен бірге келген мектеп оқушылары археологқа түрлі сұрақ қойып, сондағы кешенді тамашалады және өздерінің рухани білімдерін тереңдетті. Біз осы бейнебаян арқылы жастардың өздерінің туған жеріндегі мәдени ескерткіштерге көбірек көңіл бөлгенін қалаймыз.